Достар, бір нәрсені жиі ойлаймын. Осы оймен бөлісейін деп видео түсіріп жатыр. Біз қызық бір заманда өмір сүріп жатырмыз. Қараңыздаршы, бізге біреуге тегін кеңес беру, бір нәрсені мақтау, өз пікірімізді тықпалау мүлдем ұят емес. Тіпті бұл бізге ұнайды. Рас қой? Шын көңілмен бөлсеміз, ол кезде іштегі қорқыныш та ұйықтап жатады. Өзімізді мықты сарапшы сезінеміз, бәрі күшті. Бірақ жағдай сәл өзгерсе болды. Ішімізде бірден ыңғайсыз екен деген сезім оянады. Өздеріңізде осындай болды ма? Қарапайым мысал. Күшті бір жерді тауып алдыңыз. Керемет дәмхана, тамағы өте дәмді, әрі арзан. Немесе киім алдыңыз, сапасы мықты, үлкен жеңілдікпен, акциямен қол жеткіздіңіз. Немесе киноға бардыңыз, бізде осындай фишка бар ғой. Мысалы, бағасы өте тиімді, арзан супер сейсенбі деген. Осындай жақсы нәрсені тауып алғанда эмоциямыз тасиды. Біз не істейміз? Жүгіріп барып бәріне айтамыз. Туыстарға, достарға, таныстарға. Сен сонда баршы. Сейсенбі күні өте арзан. Мына киімді акциямен алып қал. Саған міндетті түрде керек дейміз. Оны мүлдем тегін істейміз. Өзімізді жақсы сезінеміз, өйткені жақсылықпен бөлістік. Шын мәнінде сол бизнестің тегін жарнамалаушысы болып жүрміз. Ал енді екінші жағдайды елестетіңізші. Сол дәмхана немесе киім дүкені сіздің оларды мақтап жүргеніңізді байқады. Олар сізге келіп, сіз біз туралы өте жақсы айтады екенсіз. Осыны бірге жасайық. Сізге де пайдалы болсын, бізге де жақсы дейді. Міне осы сәтте бір оғаш нәрсе бастау алады. Бағанағы рахат сезім бірден жоғалып кетеді. Іштегі ұят оянып сыбырлай бастайды. Саған не жоқ? Жақындарыңның арқасында пайда көрмекшісің бе? Бұл енді шынайы емес, ұят болады. Бірақ білесіздер ме? Ең қызығы не? Бұл жерде мәселенің екінші жағы бар. Бізді тыңдайтын адамның да ішінде бір қызық нәрсе оянады. Бізге біреу тегін кеңес берсе, біз оны қуанып қабылдаймыз, сенеді екенбіз. Бірақ сол досымыз біздің сатып алған затымыздан қандай да бір пайда немесе бонус алатынын білсек, болды. Ішіміз күйіп, қызғаныштан ішіміз өртеніп кете жаздайды. Сол сезім маза бермей, демек сен маған бұл затты жақсы немесе арзан болғаны үшін емес, өзіңе пайдалы болған соң айтып тұрсың ба? Менің арқамда жақсылық көргің келеді ме? Деп тұрғандай болады. Осыны ойлап қараңызшы. Біз үшін сатып алушы ретінде өнім жаман болып қалған жоқ. Дәмхана әлі де дәмді пісіреді. Киім әлі де сапалы. Киноның жеңілдігі де өзгерген жоқ. Бәрі баяғыдай тиімді. Бірақ әлгі ішіміз күйіп кеткендіктен, біз сол жақсы заттан бас тартуға дайынбыз. Тек танысымызға бір пайда тиіп кетпесе болды. Сонымен өте қызық екі жақты қайшылық шығады. Бір жағынан өзіміз біреуге пайдалы кеңесті саналы түрде айтуға ұяламыз. Екінші жағынан басқа біреудің осылай жасағанын қабылдау ішімізге тарлық етеді. Бұл туралы жиі ойлаймын. Әлде мен бір нәрсені түсінбей жүрмін бе?